Сәлеметсіздер ме, құрметті 7 сынып білім алушылары. Бұл видеода екі өрнектің қосындысын немесе айырманың кез келген дәрежесін жаттамай-ақ жазуды үйренеміз. Ол үшін ең алдымен дәрежелерін жазып аласыздар. Біз 0-ден 4-ші дәрежеге дейін жазып қарастырамыз. Одан кейін Паскаль үшбұрышын құрып алу керек. Паскаль үшбұрышын құру үшін алдымен бірінші қатарға тек қана 1 деп жазасыз. Одан кейінгі қатарға екі шетіне 1 деп жазасыз. Үшінші қатарға екі шетіне 1 деп жазып, ортасына алдыңғы екі бірдің қосындысын жазасыз. Дәл осы заңдылықпен керек дәрежеге дейін жазып аласыз. Бұл үшбұрыш бізге формуламыздағы коэффициенттерді береді. Ал қарастырып бастайық. Қосындының 0 дәрежесі 1-ге тең, оны білесіздер. Қосындының 1 дәрежесі өзіне тең, оны да білесіздер. Келесі қосындының екінші дәрежесін, яғни квадратын жазу үшін алдымен бірінші өрнектің дәрежесін кему ретімен жазып шығамыз. А-ның квадраты, А-ның бірінші дәрежесі, А-ның 0 дәрежесі. А-ның 0 дәрежесі деп жазылған жерден екінші өрнектің дәрежесін кему ретімен жазып бастаймыз. Бұның квадраты, бұның бірінші дәрежесі, бұның 0 дәрежесі. Таңба бұл жерде қосу таңбасы. Ал енді Паскаль үшбұрышы арқылы алдында тұрған коэффициенттерін қойып шығайық. Екі шетінде коэффициент 1, оны жазбасақ та болады, ортасында коэффициент 2-ге тең. Тең болады. Енді бұл формуланы біз өткен сабақта үйрендік, жатқа білеміз. Ол А-ның квадраты қосылған 2АБ қосылған Б квадрат еді. Және жазған кезде де дұрыс шықты. Ары қарай А қосылған Б-ның 3-ші дәрежесін жазуды біз әлі үйренбедік, ал осы заңдылық арқылы жазып көрейік. Бірінші өрнектің дәрежесін кему ретімен жазып шығамыз. А куб, арасына орын тастап кетеміз. А квадрат, А-ның 1 дәрежесі, А-ның 0 дәрежесі. Осы жерден Б-ның дәрежелерін жазып бастаймыз. Б куб, Б квадрат, Б-ның 1 дәрежесі, Б-ның 0 дәрежесі. Арасында таңба қосу. Енді Паскаль үшбұрышынан коэффициенттерін алып келіп қойық. Екі шетінде 1, оны жазбаймыз, ортасында коэффициенттері 3-ге тең. 0, 1 деген дәрежелерді ықшамдап жазып қояйық. А-ның кубы, Б-ның 0 дәрежесі 1-ді береді. Қосылған А-ның квадраты, Б-ның 1 дәрежесін жазбасақ та болады. Ары қарай 3, А-ның 1 дәрежесін жазбай-ақ қоямыз. Қосылған Б-ның кубы. Демек формуланың оң жағы осылай жазылады. Енді бәріміз бірге қосындының 4-ші дәрежесін жазып көрейікші. Бірінші өрнектің дәрежелерін кему ретімен жазып аламыз. А-ның 0 дәрежесі деп жазылған жерден Б-ның дәрежелерін кему ретімен жазып бастаймыз. Арасында таңба қосу. Енді Паскаль үшбұрышынан коэффициенттерін алып келіп қоямыз. Екі шетінде 1, одан кейін 4, 6, 4. 0, 1 деген дәрежелерді ықшамдап жазатын болсақ, қосындының 4-ші дәрежесі осылай жазылады екен. Ал енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Айырымның дәрежелері кезінде қалай болады деп. Бұл жерде ең біріншісінде 0 дәрежесі 1-ді береді бәрібір. Келесінде азайту болатын болса, 1 дәрежесі дәл сол азайту түрін береді. Келесінде біз білеміз формулада тек қана 2-ның алдында минус тұрады. Бұл жерде қараңыздар, таңба кезекпен тұрады. А-ның алды плюс, одан кейін минус, одан кейін плюс. Демек, кубта да дәл солай болады. А-ның алды плюс, одан кейін минус, одан кейін плюс, одан кейін минус. 4-ші дәрежеде дәл солай. Демек, бұл жерде таңба жай ғана кезекпен ауысып тұрады. Сонымен, құрметті білім алушылар, бұл әдіс сіздерге ұнаған болса лайк басып қойыңыздар. Комментарийде өздеріңіз қалаған бір дәрежені жазып көрсетсеңіздер болады. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.